Армысыздар достар. Бүгін айтып жатқан әңгімеміз 40 жасар Азамат деген жігіт, Аза деп атай берейік, жасы 40-та, Алматы қаласында таксист болып жұмыс жасайды. Таксовать еткенде бірде Яндексте, бірде былай дегендей сөйтіп таксовать етіп жүреді. Сөйтіп күндердің күнінде таксовать етіп жүрсе, алдынан әдемі бір қыз қолмен тоқтатады. Яғни Яндекспен емес, андай қолмен. Сөйтіп қолмен тоқтатқаннан кейін оны отырғызып, қай жаққа барасыз деп баратын жерін айтып, сөйтіп сол жерге кетеді. Жолда келе жатырып, енді жастау 20-25 шамасы деп көзімен көріп қояды. Азаша примерно сөйтіп ойлап қояды. Бұл қызға не болды екен? Жата көңілі жабырқаулы деп задний видтен қарап отырады, айналып. Сөйтіп барады да апарып тастайды. Арада бір күн өтеді. Дәл сол күні сол жерде жаңағы қыз тұр екен. Тағы да көңілі жабырқаулы. Сол жерге апарады, осындай ақшасын кездеседі, апарып тастайды. Үшінші күн келе жатса, тағы да тура сол жерде сол уақытта соғыстыр. Сосын Аза күледі де, қарындас, сізді үшінші рет көріп тұрмын уже. Күнде осындай уақытта жұмысқа шығасыз ау, анау мынау деп айтады. Иә, осындай жақта, осындай жұмысқа дейді. Келеді дейді. Деп әңгімелескісі келеді, енді Азаның ойында ешнәрсе жоқ. Қалай, жұмыстарыңыз қалай, анау мынау деп. Нормально дейді, сосын бір кезде. Апарып тастайды. Төртінші күні келе жатқан кезде дәл сол жерде соғыстыр. Сөйтсе, ана әлгі қыз мінетте айтады. Аға, сіз күнде келе бердіңіз ғой дейді. Сізге бір нәрсе айтсам бола ма дейді. Аза түсінбейді. Я, айт, не болып қалды дейді. Мен осындай, мына жақта бір мені қорқытып жатыр дейді да. Сенетін адам жоқ, біреу қорқытып, жаңағыдай типа қорқытып жұмыс еткізіп қойған болып шығады. Аза түсінбейді. Кешіріңіз, не айтып кеттіңіз сіз дейді. Полицияға хабарласпайсың ба, если анау мынау болады? Жоқ, полицияға қорқам дейді. Құжаттарым бәрін алып алған дейді. Сөйтсе, бұл не істерін білмей, Аза, конечно дейді. Қызсың ғой, қарындасымсың ғой дейді. Сөйтіп бір кезде, қазір мен кіргеннің артымнан 15 минуттан кейін кір дейді. Ана кісі Азаға айтады. Аға, сөйтіп кіріңіз дейді. Жарайды дейді. Сөйтіп бір кезде, сол кезде мен ағам деп айтам, сен деймін, сізді мен ағам деп айтам деп сөйтіп сөз салыстырам дейді. Жарайды, ой, қарындасым, мен сен көмектесем ғой, жағдайың қиын болып жатқан шығар, ана мынау деп айтады. Сөйтіп қыз кіріп кетеді, машинаны алысырақ қояды да, 15 минуттан кейін жаңа кірген жерге кімде кіреді? Аза. Кіріп қалса, жалғыз өзі бөлмеде отыр екен. Сөйтсе, қарындасым, не болды, ана мына кім тиісіп жатыр дейді. Сосын басын ұстаған болып, басым ауырып жатыр деп бүйтіп құлағысы келеді да, ана ше өтіріктен. Өтірік па шынбайды құлағысы. Сөйтсе Азамат құшақтайды сосын бір кезде. Алады да жаңағы қыз Азаматтың үстінен ұстап алып, жұлқылап, жібер деп қатты айқайлайды ана жерде. Азамат сөйлеп, қарындасым, не болып жатыр саған, не болып жатыр деп. Сөйтсе камераға түсіп тұр мына жақтан біреу. Ұялмайсың ба, қызды зорлап алсың сен, ана мынау, деп камераға түсіп. Ана қызды өтіріктен айқайлайды, қыз, жібер оңбаған. Кетіңіз, мен әкеммен жас адамсың сен, оңбаған. Жындысың ба, не қылдың сен, ана мынау деп. Кәдімгідей камераға түсіп тұрады дейді ана. Сосын бір зорлап жатыр, ана зорлайын деді деп айтады дейді да жаңа ше. Сөйтсе бұл қыз сөйтіп ақша тауып жүрген адам екен. Бұл сондай оқиға. Ана Азамат сөйтіп кетіп қалады жерден ашуланып тұр. Сөйтіп 102-ге хабарласқан, Азаматты тауып алыпты жаңа жолдан. Қызметкерлер ше. Сосын айтады дейді жаңа қыздың нелер. Короче, мына видеоны көрдің ба? Видеоны құзыретті органдарға тапсырамыз. Қазір сен $2000 тауып бересің дейді. Болмаса кетеді, болмаса нормально. Жылға кетесің, в общем, дәлел бар конкретно, үстінде отпечаткың бар, яғни экспертизамен бәрін дайындайды дейді. Анау Азамат шошып дірілдеп кетеді. Жігіттер қойсаңдар ше, алмайсыңдар ма? Менің жоқ, солай болды. Сөйтіп бір кезде Аза не істейді? Не қыларын білмейді, я полицияға бара алмайды, мені бопсалап жатыр, я не қыларын білмейді, үйінде отырады сөйтіп. Сосын ойланады, қалай не қылсам болады екен, қалай тап болсам болады екен деп. Сөйтеді, сол түнгі билетті алады да ауылға қарай қашып кетеді, әйел бала шағасына қарай. Сөйтіп әйел бала шағасы ауылда еді Азаның. Енді $2000 тауып беру оңай емес дегендей алады да сол түнгі автобусқа мінеді де кешкісін таяды үй жағына қарай. Сөйтіп құрсын бәлестен аулақна, кейіннен бір басылғаннан кейін келермін деп. Сөйтіп ауылына қайтып кетеді. Сөйтіп арада 3 ай өтеді, 4 ай өтеді, ауылда болады. Енді жұмыс істеу керек дегендей Аза қайттан Алматыға келеді. Алматыға келгеннен кейін әлгі орындардан қорқып өтеді бүйтіп ше. Сөйтіп сондай адамдарды алдап сөйтіп жүргендер екен. Бір күні жаңа қызды көріп қалады, алыстан кетіп бартқан. Сөйтсе, сондай тірліктер жасап жүрген қасына жолауға қорқады Аза, бәлесінен аулақ алса сөйтіп. Біреу такси тоқтап тұрғанын көреді соны қыздың.
алыста кетіп бара жатыр, кетіп барып тоқтайды да такси тоқтатады. Таксиге біреу тоқтатып біреуге мініп кетеді сөйтіп. Содан кейін ойланады, құрсын мынандай бәлелер өтірік істеп жүр екен бұлар деп ше. Міне көргендеріңіздей анау адамнан аулақ болыңыздар. Қазіргі кезде адамға жала жабушылар адамдар көп, басыңа бәле болады дегендей. Тыныш жүргеннің өзіне тиісіп қоймайды адамдар деген сияқты. Арнаға жазылып лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.